бізге ешкім архивін еркін ақтарып қойғызбайды, ол да бар. Сізге сондай мүмкіндік берілсе, ең әуелі мұрағаттардан нені іздер едіңіз? Және қай елдің архивінен бастар едіңіз? Әрине, маған жақын енді Қытай ғой енді. Мен алдымен осы түрік қағанатының тарихына маңыз берер едім, өйткені мына Қытайдың көне астанасы Чаңанның маңайында, қазіргі Сиян қаласы, көптеген түркі дәуірінің ескерткіштері бар. Содан кейін түркі дәуірінен мына Шыңғыс ханға дейінгі кезеңдегі тарихымыз біраз ашылмай жатқан тұстар бар. Осы туралы деректерді қарасақ. Қазақ хандығы менен Қытайдың арасындағы сауда-саттық қарым-қатынас туралы деректер. Өте көп деректер бар Қытайдың архивінде. Қытайдың мына Губин мұражайында қазақ архиві деген сондай бір бұрыш бар, иә? Көптеген дүниелер сонда жатыр әлі.